Осы масканы жасағалы мүлдем тоналка қолданбаймын. Ол үшін жарты лимон сығындысына бір ас қасық балмен араластырып, оған қою болғанша көз мөлшерімен күріш ұнын, не болмаса үйдегі кез келген ұнды қосып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған масканы таза бет терісіне жағып 20 минут ұстаймыз. 20 минуттан соң жылы сумен жуып тастайсыз. Нәтижесі бір қолданғаннан байқалады. Бетіңіз ағарып жылтырайды. Ал енді лимонның бет терісі үшін қандай пайдасы бар десеңіз, лимон шырыны бетті ағартатын қасиетке ие. Ол сепкілдер мен терідегі дақтарды теріге зиян тигізбей ағарта алады. Оған қоса лимон майлы теріні құрғатып, оны тазалайды. Құрамында көптеген дәрумендер кездесетін лимон шырыны теріні нәрлендіріп, серпімділік береді. Ал балдың бойында жұмсартқыш, сергіткіш, антибактериалды, тазалағыш, сонымен қатар қабынуға қарсы жасартқыш қасиеттері бар. Оны салондарда әртүрлі процедураларға қолданады. Ол қабынған, құрғаған теріні нәрлендіріп, сонымен қатар ылғалдандырады. Күріш ұны теріні тазартуға, ылғалдандыруға және ағартуға, сонымен қатар қартаюдың сыртқы белгілерімен күресуге арналған табиғи өнім болып табылады. Күріш ұнтағы косметологияда кеңінен қолданылады. Себебі ол мынандай қасиеттерге ие. Бірінші қасиеті ол ылғалдандырады. Күріштің құрамындағы калий бет терісін жасуша деңгейінде су балансын қалпына келтіруге көмектеседі. Келесі күріш ұны тері тесігін тазартқыш қасиетке ие. Күріш маскалары эпидермистің өлі жасушаларын жойып, беттегі қара нүктелерден тазартады. Келесі күріштің тыныштандырғыш әсері бар. Күріштің құрамында болатын фолий қышқылы қабынуға қарсы әсер етеді. Сонымен қатар тітіркенген теріні тыныштандырады. Келесі күріштің ағартқыш қасиетінде. Күріш ұнының құрамындағы никотин қышқылы мен крахмалдың арқасында бетті керемет ағартады. Егер сізде күріш ұны болмаса, оны кез келген үйдегі ұнмен алмастыруға болады. Осы масканы аптасына 2 немесе 3 рет қолданатын болсаңыз, керемет нәтиже көретін боласыз. Бетіңіз ағарып, бет тоныңыз тегістелетін болады. Ақпарат сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, видеоның астына лайк басып қойыңыздар.